Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шынықсаң шымыр боласың, заттың сынын білдіретін сөздер. Оқушылар, оқулықтарымыздағы бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Илья Ильин Қызылорда қаласында дүниеге келген. Отбасында 3 ұлдың кенжесі. Спорт залға алғаш рет 6 жасында барған. Ал арнайы секцияда жаттығуды 8 жасынан бастаған. Ол Қазақстанның зілтеміршісі. Қазақстанның тұңғыш Олимпиада ойындарының 2 дүркін чемпионы. Илья әлемнің 4 дүркін чемпионы. Оқушылар, мәтін кім туралы? Жарайсыңдар, Илья Ильин туралы, иә? Бұл кісі кім екен? Спортшы. Спорттың қандай түрімен айналысады екен? Жарайсыңдар, зілтеміршісі. Зілтемірші спорттың ауыр атлетика түріне жатқызамыз. Сендер Илья Ильин туралы естігендерің бар ма? Жақсы. Тағы қандай чемпиондардың түрлерін білесің? Деген сұрақтарға жауап береміз. Мына Илья Ильин, көрдіңіздер, нағыз бұл жігіттің болмысы, бітімі бөлек зілтемірші. Илья Ильин, Қазақстанның мақтанышы. Керемет. Парижде әлем чемпионы атанғанда мен бұл жеңісімді Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығына арнаймын деп айғайлаған болатын. Міне көк байрағымызды көтеріп шығып отыр. Илья Ильиннің бұл нәтижесі расында да керемет. Көрдіңіздер ғой, Өзбекстандық Руслан Нуридинов әлемдік рекордты бір келіге жаңартты. Одан кейін Давид Беджанян қайта жаңартты сол әлемдік рекордты Ресей спортшысы, бірақ ақырында Илья Ильин 242 келі салмақты еңсеріп, әлем чемпион атанумен қатар әлемдік рекордқа қайта өзгеріс енгізді. Бұл енді расында да таңдай қағарлық көрсеткіш. Беджанян, Нуридиновтар әрине Оқушылар, сендер Илья Ильиннің қалай жетістікке, жеңіске жеткендігін өз көздеріңмен көрдіңдер. Сендерге бұл қызықты болды деп ойлаймын. Олай болса, дәптермен жұмысымызды бастаймыз. Оқулықтарымыздағы екінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз, заттың сынын білдіретін сөздердің астын сыз. Бақытты боп, бар елдің тұрар биік орнында, чемпионы әлемнің болар күні әл алда. Деген өлеңнен заттың сынын білдіретін сөздерді табамыз. Келесі жұмысымыз, оқушылар, 4-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Шешуіндегі сөз туралы сөздіктен біліп ал. Арқан байлап беліне, шымырлықпен бекіне, өрмелейтін қай өрен, шықпақ шырқау шегіне. Деген жұмбақ берілген. Осы жұмбақтың шешуін табамыз. Осы жұмбақтың шешуіне байланысты мына бейне жазбаға назарымызды аударамыз. Әлемнің барлық шыңын бағындырған адамдар кемде-кем. Олардың бірі Мақсұт Жұмаев. Әлемдегі ең биік 4 шыңды бағындырған Мақсұт қазірде аға жаттықтырушы. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі әскерінің орталық спорт клубының тауға шығатын тобының жетекшісі. Бұл спорт түріне деген қызығушылығы кезінде Іле Алатау тауларына кездейсоқ барып, альпинистермен танысқаннан басталды дейді Мақсұт Жұмаев. Спортшының ең бірінші рет бағындырған шыңы Хан Тәңірі. Я тогда был еще третьеразрядником, не имел возможности совершать спортивное восхождение на эту вершину. Ол кезде 3-ші разряд спортшысы едім. Шыңға шығу мүмкіндігіне әлі ие болмаған едім. Бірақ ол кезде испандық экспедициясында жұмыс жасап жүрген кезім. Сондықтан альпинистерді шыңға дейін шығарып салуға мүмкіндігім болды. Арттарынан қалмай отырдым. Осылайша Хан Тәңірі шыңына дейін жеттім. Бұл мен үшін алғашқы тәжірибе еді. Шыңға көтерілу үшін рұқсатым да болмады, білімім де жеткілікті емес еді. Өте қауіпті әрі қорқынышты болды. Бірақ мен ол сынақтан өте алдым. Өз-өзіме сендім. 7000-дық шыңға көтеріле алғаным маған кейіннен күш беріп отырды. И вера в себя, то есть что я могу уже ходить на 7000 свободно, оно как-то придавало силы и уверенность.
2000 жылы Мақсұт Жұмаев алғаш рет әлемнің ең биік таулары Гималайға барды. Қазақстандық америкалық құрама экспедициясының құрамында ол Шипа-Пангму шыңын бағындырды. Қазақстанның ұлттық құрамасында жүріп бірнеше жыл ішінде Гималай мен Қарақорымның 8 мыңдықтарының бірнешеуін бағындырды. Олар Канченджангу, Нанга-Парбат, Броуд-Пик, Гашер-Брум шыңдары. Сондай-ақ әлемнің екінші биік К2 шыңына шығу әрекетінде болған. Жұмаев команданың капитаны, ал тау бағындырудағы тұрақты серіктесі Василий Певцов. Оқушылар, бейне жазбаны тамашалаған боларсыңдар, е? Қазақтың спортшысы Мақсұт Жұмановпен таныс болдыңдар. Ал альпинист дегеніміз спорттың балалар тауға, шыңға жаяу жүріп, өрмерлеп көтерілуін айтады екенбіз. Келесі балалар мына тапсырмаға жауап береміз. Қай спортшы мәреге бірінші болып жетеді деп ойлайсыңдар? Қарындашпен көрсетесіңдер. Сабағымыздың соңын кері байланыспен аяқтаймыз. Кері байланыстарыңды көңіл күймен білдіресіңдер. Күннің шуағына керемет, күліп тұрған күлегештерге бәрін түсіндім, басқаларына көмектесе аламын, жымиғанға бәрін түсіндім, ал мұңаю ештеңені түсінбедім. Үй тапсырмасы 3-ші жаттығу 95-ші бетте. Сау болыңдар.